Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге менің ең жақсы көретін десертім, қамыры да, кремі де қайнатылып жасалатын осындай эклер дайындаймыз. Ең алдымен қайнатпалы крем, яғни заварной крем жасап аламыз. Оған 2 жұмыртқамызға 100 грамм қантымызды салып, әппақ болып көпіршігенше қолымызбен жарты минуттай араластырамыз. Міне достар, осылай әппақ болып көпіру қажет. Үстіне ванильный сахар салдым, араластырып аламыз. Бізге 4 ас қасық ұн қажет, яғни әр қайсысын бір қасықтан осылай салып араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Ескертетін жағдай осы кезде біздің осындай темір ыдысымыз асты қалың болу қажет. Себебі қазір отқа қойып қайнатқанда жай отта асты жабыспай әдемі болып шығу қажет. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сұйықтығымыз ешқандай түйіршіксіз осылай әдемі болып шығу керек. Бізге енді үлкен ас қасықпен 2 қасық крахмал қажет. Бізге мен жүгері крахмалын қолданам, өте әдемі болып шығады. Картоп крахмалын қолдансаңыздар да болады. Енді бөлме температурасында тұрған 800 грамм сүтімізді құйып, осылай араластырып отқа қоямыз. Орташа отта еш үздіксіз осылай араластырып тұруымыз қажет. Сәл болсын араласпаған жағдайда асты жабысып іртік болып қалуы мүмкін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, креміміз қоюлана бастады. Мінекей креміміз дайын болып қалды. Бізге 82% 80 грамм сары май қажет. Астын өшіріп, майымызды салып, ыстық күйінше майды бір араластырып аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Иісінің өзі мұрынды жарып жатыр. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Біздің креміміз Наполеон тортына, медовый тортына, бүкіл бәліштерге, барлық тәтті нан өнімдеріне кете береді. Мінекей кремімізді басқа ыдысқа ауыстырып, бөлме температурада бетін пленкамен жауып, сонан соң холодильникке салып, мұздатып алсақ, өте әдемі крем шығады. Мұздаған соң креміміз қоюланып, әдемі болып шығады. Ал енді қамырына кірісеміз. 110 грамм сүтімізді, 110 грамм суымызды, шым-шым тұзымызды, үлкен қасықпен қантымызды салып, және 105 грамм майымызды салып, отқа қоямыз. Сары майымыз 82%. Осы сары май еруі қажет. Кішкене қайнап шыққан соң ұнымызды саламыз. 135 грамм ұнымызды салып, араластырамыз. Менде видеода түспей қалыпты ұн салғаным. Ұнымызды салдым. Мінекей осылай барлығын жақсылап, ұнымыздың түйіршіктері қалмауы қажет. Ұн салып болған соң отымызды сәл пәсейтеміз. Сосын осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Қамырымыз міне әдемі болып дайын болды. Қамырымызды кішкене суытып алған соң, осылай біз 3 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз.
Мінекей бізде әдемі қамыр шықты. Осыны кондитерлік қапшыққа салып, біртіндеп құйып шығамыз. Ұзындығын бірдей қылып қатты баспай, осылай құйып шығамыз. Пешке 170 градуста 40 минутқа қоямыз. Біздің бәліштеріміз дайын болам дегенше шоколадын ерітіп қоямыз. Шоколадқа кішкене сұйық май құйып, микроволновкаға 1-2 минутқа айналдырдым. Мінекей шоколадымыз дайын. Құймалы кремімізді осындай арнайы кондитерлік қапқа салып дайындап қоямыз. Мінекей біздің бәліштеріміз сондай үріліп, топ-томпақ болып пісті. Бізге де керегі осы. Барлық бәліштердің екі жағынан тесіп, осылай кремін ішіне құйып шығамыз. Кремді ішіне барынша толтырып қойсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Дайын болған десерттерімізді холодильникке 1-2 сағатқа қойсаңыздар, кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Бетін әрлеу әркімнің өзіне байланысты. Мен шоколадты осылай құйып шықтым. Маған өте осылай істеген ұнайды. Бетіне жаңғақ сеуіп шықтым. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Әсіресе балаларға қатты ұнайды.